Өміріңде қиыншылық көріп жатырмын деген нәрсені айтпа. Егерде қиыншылық көріп жатырмын деген нәрсені көп айта беретін адам болсаңыз, сіз дүниенің адамысыз, ақыреттің емес. Алла Тағала соншалықты бір мүминді сынайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Көрмеген қиыншылық жоқ дейді бұл дүниеде. Сосын соның сәті келеді дейді да. Қиямет күні Алла Тағала адамдарды жәннатқа кіргізгелі тұрған кезінде жаңағы құлды алып алып, жәннаттың ішіне бір сұғып алып шығады дейді. Сосын сұрайды дейді, өміріңде бір қиыншылықтар көрдің ба деп. Алламен ант етейін, ешқашан қиыншылық көрген емеспін деп айтады дейді. Жәннаттың бір-ақ секунды мына дүниенің күллі қиыншылығын ұмыттыра салады. Ол жәннат мәңгі. Алла Тағала сізді үлкен, өте бағалы әлем үшін жаратқан. Сосын мына дүниенің ішіне қоя берген, сатып кетпе мені деп.